Сомен соңғы 10 жыл менің өмірімді өзгерткен жылдар болды деп айта аламын. Менің жеке өсуімнің шыңы, сондай-ақ үлкен қателіктерді жасаған уақыт кезеңі. Маған 20 болғанда мен өсуші кинорежиссер болдым. Көрерменді үмітсіз қызықтыруға тырысқан. Мен еліктеуші болдым, өзінің болашағына сенімсіз болған. Рас айтам, бұрын түскен фотоларға қарап түріңіз бұзылып кетпей ма? Егер жоқ болса, онда өтірік айтасыз. Бұрын осы барлық қате қадамдарынан бір түрлі сезінбесем де, барлық қателіктеріме қарамастан мен қалайда дұрыс жолға түстім. Мен көптеген құнды сабақтарды ұқтым. Салауатты қарым-қатынастарды құру, шынайы бақытты қалай табу керектігін, сондай-ақ профессионалды тұрғыдан дамуды. Осыдан болған барлық көтерілулер мен құлдыраулар менің бұрынғы кезімнің нәтижелері. Мен соңғы 10 жылда көп құнды сабақтар түсіндім, және бұл бейнеде мен ең маңызды бесеуімен бөліскім келіп тұр. Тиімді қарым-қатынас сіздің көптеген проблемаларыңызды шеше алады. Менің жас кезімде болған барлық негізгі проблемалар мен дауларды еске түсірсем, олардың барлығын дерлік дұрыстап сөйлесу арқылы шешуге болатын еді. Нақты біреу мен есімде. Ол мені осы қиын жолға үйретті. Бұл менің алғаш фриланс жобаларымның біреуі болды. Мен жаңа ғана баскетбол жарысын түсіріп бітірдім. Ойыншылармен керемет шыққан сұхбаттар мен ойынның экшн кадрларын ала отырып жасадым. Түсірілімнен кейін мен клиентпен тапсырыстың шарттарын талқыладым. Мен одан монтажға отырғанды қалайды ма деп сұрадым. Ол келісті және маған үлкен жалақы беретініне уәде берді. Сондықтан келесі 2 күнде мен видеоны монтаждау үшін интернетке қосыла алмайтын ормандағы үйшікке орналастым. Бірақ содан кейін осы 3 күндік сапардан оралғанда мен таң қалдым. Мәтіндік пен электрондық хаттардан және хабарласулардан. Клиентімнің нақты сөйлеген тілі есімде жоқ, бірақ мысалмен ол осындай болды. Мэтт, телефонды көтермейсің. Маған бұл бейнен бір күнде монтаждаған керек, немесе осы түсірілім толығымен жайдан жай өтті. Чоза не, қатты ашуланып тұр, менен саған ешқашан жұмыс тапсырмаймын. Кетші. Менің клиентім өзін ақмақша көрсеткенімен, орнын жоғалтып алғанына қарамастан, мен мұның бәрінен аулақ болуыма болатын еді. Мен өзімді суперменмін деп ойлағам. Мен нақты мерзімдерді, бюджетті немесе бұған байланысты ұсақ-түйек заттарда ақылдасқан жоқпын. Бұл маған өте құнды сабақ болды. Ол маған белсенді келісуші болу керектігін көрсетті. Маған басқа адамдар менен не қалайтыны туралы көптеген болжамдарды құрауды тоқтату керек болды. Қиын әңгімелерден қашуымды тоқтатуым керек еді. Олар мен тек қана ыңғай сезіндіргендіктен. Тиімді қарым-қатынас проблемаларыңыздың барлығын шешіп бермейді. Ол олардың көпшілігін ғана шешуге көмектеседі. Бақыт іштен туындайды. 20 жасында мен жетістіктің қандай болатыны анық түрде елестеттім. Бұл дегеніміз үлкен үй, сәнді көліктер, демалыс үйлері, 6 сандық жалақы. Сол кезде ақшам болмаған қалаған барлық жайлықтар. Бұл менің мақсатым еді. Біздің өмірімізге әлеуметтік желілер кіре бастағанда, мен өзімді қанша ұнатушылар, жазылушылар болатынына көп мән бере бастадым. Мектепте бірге оқығандардың таңданғанын қаладым. Осы есуастық жолмен өзімнің орнымды тапқым келгені есімде. Бұл линзаны алсам бейнелерім мінсіз болады дегенді ақмақтықпен айтқан есімде. Осынша ақша болса барлық проблемаларым жойылады. Бірақ бұл егер онда мәлімдемелері толығымен шартты. Мен қалаған затымды алғанымда, қанағаттану сол затты армандаған кезімдегідей болмайтын байқадым. Мен 20-дан асқанымда бұл сабақ маған анық көрінді. Мен интернетте минимализм деп аталатын нәрсе туралы сөйлесетін бірнеше блогерді кездестірдім. Минимализм блог жүргізу және әдеттерді қалыптастыру. Осының барлығы мен үшін құрал болды. Өзімді зерттеу барысында денем және санам қалай жұмыс істейтіні және бұлар мені жақсы жаққа өзгертуі. Минимализм идеясы менің табыс пен бақытқа деген көзқарасымды толығымен өзгертті. Бұл маған осы уақытта дұрыс емес жолда алға ұмтылғанымды түсіндірді. Мен бақытты болу үшін көп уақытымды жұмсадым. Сол жолда мені дәл қазір бақытты қылуы мүмкін нәрселерді мүлдем елемейтінмін. Маған отбасым қолдау көрсететін. Мен кино түсіруді ұнататынмын. Басымда шатыр бар. Қарызым болса да күнде дастарханда ас болды. Және тағы да осындай сияқтылар. Менде жоқ нәрселерді аңсаудың орнына бар нәрсеге шүкіршілік ету керек еді. Мен түсінгенім бойынша бақыт ішінен туындайды. Сіз көп ақшаның, киімдер мен мансаптың артынан жүгіре аласыз, бірақ бұл сіздің негізгі қажеттіліктеріңізден асып кетпейді. Бақытқа апаратын шынайы жол бұл қаншалықты жеткілікті болатыны анықтау және ол бар болғандығына қаншалықты риза екеніңізді күн сайын еске түсіру. Ерінбей еңбек етуді еш нәрсе алмастыра алмайды. Жұмысыңызбен салауатты қарым-қатынаста болудың артықшылықтар туралы және шамадан тыс жұмыс пен күнкөріс тапшылықтың әсер туралы айтқаныммен, мен ауыр жұмыстың орнына алмастырғыш жоқ екендігіне шынымен сенемін.
Сіз қаншалықты ақылды болсаңыз да, шеберлік уақытпен берілгендікті және жүйелілікті талап етеді. Кім екеніңіз маңызды емес, спортшы, бухгалтер немесе фотограф болсаңыз да, жақсырақ болғыңыз келсе, онда жұмыс істеуіңіз керек. Есімде, түннің бір уақытына дейін 50 тойды түсіріп, түнгі сағат 1-де үйге метромен бара жатқаным. Жылдар бойы монтажбен немесе сұмдық клиенттермен сөйлесумен өткізген көптеген ұйқысыз түндерім есімде. Мен 26 жаста едім, өмірімдегі ең үлкен жобам бастағанымда. Бұл алғашқы деректі фильмім еді, ол минимализмге байланысты болды. Сіз бұл туралы осы арнада естіген боларсыз. Мен бұл жобам бастаған кезімде шамадан тыс жұмыс істедім. Бұл команда негізінен бір адамнан құралды. Барлығын түсіруге, монтаждауға, барлығына мен жауапты болдым. Осы істі жүзеге асыру үшін кәдімгідей жұмыс істеуіме тура келді. Басында бізді Netflix байқайды деп, және біздің фильмі танымал болатынын мен мүлдем күткен жоқпын. Мен бұл туралы ойланып көрмеппін де. Мен қолымнан келген бәрін жасауды, жақсырақ істеуімді ғана ойладым. Мен үшін бұл нәрсені мәреге жеткізудің жалғыз жолы күніне 12 сағаттық жұмыс, көп кофе, арахис маймен сэндвичтарды ғана татыну. Жоқ, мен осылай істеуді мүлде ұсынбаймын. Төте жолдар болмайды. Егер сіз карьераңызда жоғары көтерілгіңіз келсе, ол жеңді тұрып жұмыс істеуді талап етеді. Жолыңыз ашық болса, сіз шынымен жақсы көретін жұмысты табуыңыз мүмкін. Онымен өмір сүруіңізге болады. Сол кезде сіз жұмыстың сыйақына ие болғаныңыз. Эгоңызға қарым-қатынастарыңызды бұзуына жол бермеңіз. Саналылық бұл үйренуіңіз керек ең маңызды дағдылардың бірі. Егер сіз жақсы жұмыскер, дос немесе серіктес болғыңыз келсе, өзіңіздің күшті және әлсіз жақтарыңызды түсіну, дұрыс еместігіңізді немесе қателескеніңізді мойындау. Серіктесіңізбен қаншалықты жақсы болса да, сіздерде міндетті түрде қиын кездер туындайды. Салауатты қарым-қатынастарды құруға келетін болсақ, бұл даулардан аулақ болуды білдірмейді. Бұл сезімдеріңізбен келісіп, осы қиындықтардан бірге өтуді білдіреді. Шыдамым азайып, жүйкем тосып бара жатқанын сезгенде, одан жақсы ештеңе шықпайтынына сенімдімін. Мен одан да тереңірек қап шұңқырды қазып тастаймын. Бұл жайдан жай болып жатқан жоқ. Ауыр, бірақ өтірік екендігіне өзімді сендіремін. Өйткені мен эгома өзімді басқаруға мүмкіндік беріп қойдым. Мен бұл күйге жақындай бастағанымды түсінгенде, мен бір қадам артқа шегініп, әңгімеден алшақтай тұрамын, басылғаныма шейін. Мен серіктесімнен қашпаймын, мен өз проблемаларынан құтылмаймын. Мен жай ғана өзіме басылуға уақыт беремін. 5 не 10 минуттан кейін мен өзімді жақсы сезіне бастаймын. Содан мен сөйлесуге таза баспен ораламын. Керек болса, кешірім сұрай аламын. Егер шынымен керек болса, тиімдірек сөйлесе аламын. Неден ренжігенімді түсіндіре аламын. Неге бұлай болғанын. Егер эгома өзімді басқаруға рұқсат етсем, мен дұрыстап ойлана алмай қаламын. Шынайы өсу уақытты қажет етеді. Бір түнде табысқа жету деген сөз жоқ. Біз қысқа уақыт ішінде үлкен жетістікке жеткен адамдардың әңгімелерін тыңдауды жақсы көреміз. Қалайда бір жолмен әйтеуір жетістікке жетті. Осыдан жыл сайын миллиондаған адамдар лотерея ойнайды. Өйткені ойлайды, жетістікке жетудің басқа жол бар деп. Табысқа, бақытқа және қаржылық байлыққа. Бірақ бұл қате. Егер сіз өмір барлығын сізге дайын түрде беріп тұрады деп ойласаңыз, сіз кез келген қарсылық түрінен бас тартатын боласыз. Мысалы, ютубарынан алайық. Кейбір адамдар үшін бұл олардың жылдарын алады. Бейне жасаудың апталары, айлары өтеді, ол өз-өзін өтегенше дейін. Мұны орындайтыныңызға еш кепілдік жоқ. Бірақ егер сіз оған бірнеше айдан кейін жетуді күтсеңіз, сіз сәтсіздікке ұшырайтын боласыз. Қазір жасым 32-де, енді мен бұрынғыдай сәтсіздіктен алаңдамаймын. Әрине, мен сәтсіздікке ұшырауға тырысып жатқаным емес, және сәтсіздікке ұшырағым да келмейді. Бірақ бұл сіздің кез келген әрекетіңіз үшін төлейтін баға екенін түсінемін. 20-да болсаңыз, уақытыңызды өз дағдыларыңызға жұмсаңыз, болашақта олар сізге жұмыс жасау үшін. Мүмкіндігіңізше көп нәрсені үйреніңіз, қателесе беріңіз. Өйткені сізде алға жылжу үшін әлі көп уақыт бар. Шынайы өсу уақытты қажет етеді. Сондықтан осы жолға түсіңіз. Кішкентай қадамдар жасаңыз, және олар сізді үлкен жетістіктерге жеткізеді. Қазірден өзіңізге инвестиция жасай бастаңыз. Сонда сіз бірнеше жылдан кейін оның пайдасын көресіз. Болашақ өзіңіз сізге алғысын білдіреді. Өмірдің көп бөлігі перспектива болып табылады. Біздің перспективамыз көбірек ақпарат алғанымыз сайын өзгеріп тұрады. Бізге келу мүмкін жаңа бір идея өміріміздегі шешуші нәрсе болуы мүмкін. Бұл сондай-ақ бұрынғы фотосуреттерге қарағаныңыз секілді. Сіз ол кезде елестете алмағансыз да, жай 10 жылдан кейін олардан ұялатыныз да. Не айтсақ та, мен қазірде бұл ұялып қалатын кездерім болады. Соңғы түсірген фотоларым мен бейнелерімнен. Бірақ бұл өсудің бір бөлігі ғана екенін түсінемін. Ол ешқашан да тоқтамайды. Біз әрқашан өзгереміз және қателіктерімізден сабақ аламыз деген үміттемін. Тек қана жақсырақ болу үшін. Тамашалағандарыңызға көп рахмет. Кездескенше.